Құрметті ата-аналар, аяулы оқушылар, түлектер. Міне тағы бір оқу жылы тарихтың қойнауына кіріп, соңғы қоңырау мерекесі келіп жетті. Баршаңызды соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Биылғы оқу жылы қызығы мен шыжығына толы болды. Өздерің білесіңдер, әлемге тараған індеттің осындай нәтижесінде 4-ші тоқсанды қашықтықтан оқуға мәжбүр болдық. Бірақ осындай ауыр жүкті бүгінгі таңда біздің мұғалімдер мен оқушылар үлкен жетістікпен еңсеріп шықты. Оған ата-аналардың қосқан үлесі де зор болды. Биылғы оқу жылында Кеңес орта мектебінің жетістіктері де өте көп. Барша біздің оқушылар ғылыми жобалар, пән олимпиадасы, түрлі сайыстар мен конкурстардың жүлдегерлері болды. Балалар, бұл деген сендердің білімге деген қызығушылықтарың мен құлшыныстарыңның нәтижесі. Алдағы уақытта да осы білімдеріңді ары қарай дарытып, жазғы демалыстарыңызды ойдағыдай демалып, келесі оқу жылына күш-жігер жинап келулеріңе тілектеспін. Биылғы оқу жылының түлектеріне мектеп табалдырығында соғылатын соңғы қоңырау мерекесі соңғы рет. Барша түлектерді шын жүректен құттықтай отыра, алдағы уақытта ұлттық бірыңғай тестілеуден сүрінбей өтіп, мектебіміздің бірінші орындағы нәтижелі орнын бермеуге шақырамын. Барша ата-аналарды да бүгінгі соңғы қоңырау мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Міне бүгін балаларыңыз тағы да бір жасқа есейіп, келесі сыныпқа көшкелі отыр. Сіздердің биылғы қашықтан оқытуға қосқан еңбектеріңізге біз бағалап, ризашылығымызды, алғысымызды білдіреміз. Құрметті Кеңес орта мектебінің ұстаздары, баршаңызды биылғы оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің еккен бүгінгі таңдағы тәлім тәрбиелеріңіз Қазақстанның болашақ ұрпағының жарқын болашағының кепілі. Сіздерге ұстаздық еткен жалықпас, үйретуге балаға дегендей, Абай бабамыз айтып кеткендей, ұстаздық етіп жалықпай жүре беріңіздер. Мектебіміздің алар асулары биік болсын, мерейі әрқашанда үстем болсын. Баршаңызды 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын.